Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Зекет қоры, Астана қаласының өкілдігі ұсынады. Алла Тағала Құран кәрімде айтады, осы өмірде бір екі дос болды дейді. Біреу мұсылман, біреу мұсылман емес. Екеуі бірігіп жұмыс істеді дейді бұлар. Екеуі бірігіп кәсіп істеді. Сөйтті де күндерінің күнде екеуінің белгіленген мерзімдері бітті дейді. Екеуі 8.000 динарға қол жеткізді де, екеуі 4.000-ден бөліп алды. Сөйтті де мұсылман емес жаңа досы, мұсылманның мұсылман емес досы, христиан деп келеді. Сол христиан досы 1000 динарға барды да үлкен қасыр үй сатып алды дейді. Сөйтті де мұсылман досын қонаққа шақырды, үйін көрсету үшін. Сол өңірдегі бірінші орында тұрған үй еді дейді ол. Өте үлкен қасыр, 1000 динар үлкен ақша ол. Мұсылман бауыр көрді, үйін құтты болсын, жақсы екен, ұнады, әдемі екен, берекелді болсын деп өзінің ақ тілегін айтты да үйіне қайтты дейді. Қонақ болып үйіне қайтты. Үйіне барған кезде түнгі намазда тұрып дейді, Алла, менің досым 1000 динарға үй сатып алыпты. Мен сол 1000 динарға үй сатып алмай қойын, бірақ мен саған жәннаттың үйін сатып алуын сұраймын. Мен ертең 1000 динарды садақа жасаймын, маған соның есесінде жәннаттан үй берші деп сұрады дейді. Сөйтіп күндердің күнінде жаңағы христиан досы 2000 динарға үйленді дейді. Сол уақыттағы мис дейміз ғой қазір. Сол уақыттағы ең көрікті сол байдың қызын 2000 динарға махрын төлеп сатып алды дейді. Үйленді. Сөйтіп қонаққа шақырды мұсылман досын. Мұсылман досына міне үйленген едім, соны айтайын деген едім деп, тойына бәріне кеткен шығындарын бәрін есептеп 2000 динар кеткенін айтып мақтанды. Мұсылман досы көрді, бақытты болыңдар. Жақсы екен, бақытты болыңдар, салиха ұрпақтарың болсын деп жақсы дұғасын айтты да үйіне кетті дейді. Үйіне барды да түнгі намазда, Алла, менің анау христиан досым 2000 динарға үйленіпті. Мен 2000 динар ертең садақа жасаймын. Маған жәннатта хурлайындарды берсең, маған сол болады. Келесі өмірімді бер деп, осы өмірдегі өзінің адал жарына қанағат жасап, сонымен шектелді дейді. Сонымен күндердің күнде қалған 4000 динарына сол өңірдегі үлкен бау-бақша сатып алды дейді. Бау-бақша сатып алды. Сөйтіп бау-бақшасын сатып алғаннан кейін мұсылман досын шақырып бау-бақшасын көрсетті дейді Құран кәрімде Алла Тағала. Міне бау-бақша сатып алдым 4000 динарға. Өте үлкен бау-бақша дейді. Мұсылман досы көріп, құтты болсын, бақытты болыңдар, бау-бақшаларың жемісті болсын, Алла берекетін берсін деп жақсы дұғасын айтып үйіне қайтты дейді. Үйіне барды да, Алла, менің досым 4000 динарды садақа бау-бақша сатып алыпты. Мен сенің разылығың деп 4000 динар садақа жасайын деді. Маған соның орнына жәннаттың бау-бақшасын берші маған деп дұға қылды дейді. Сонымен екеуінің өмірі бітеді, қысқа өмір ғой. Екеуі сол өмірдің соңына шейін осылай өмірді өтті дейді. Келесі өмірге барған кезде ақиқатында мұсылман жігіт Алла Тағаланың алдында сұраған бәрі берілді дейді. Оған жәннаттың қасыры берілді дейді, оған құрлайын қыздар берілді, жұбайынан басқа. Және оған жәннаттың бақшалары берілді дейді. Сол кезде анау мұсылман осы өмірдегі христиан досын іздейді дейді. Алла Тағала айтады аятта. Менің осы өмірде бір досым бар еді, ол қайда? Деп соны іздейді дейді. Бірақ ол келесі аятта Алла айтады, ол досы бірақ Аллаға иман келтірмеген, ақырет күніне сенбейтін адам еді дейді. Христиан ғой. Сол кезде оны көргісі келді дейді. Кейін періштелер айтыпты, егер көргің келсе саған көрсетеміз. Сол аяттың тәпсірінде ғұламалар айтады, тәпсір ғұламалар, жәннатта терезе бар екен дейді. Әйнек дейміз ғой. Жәннаттың адамдары, тозақтың адамдарын көргісі келсе, ортада сондай терезе бар дейді. Терезеден оған көрсетіледі дейді. Сол тозақтағы күйіп атқан жаңағы христиан досын көрсетті дейді. Тозақтың ортасында өте қатты сондай бір қиын жағдайда еді дейді. Оны көрген мұсылман досы Алла, саған шүкір болсын. Мен осы қысқа өмірімде саған иман келтіріп, барыма қанағат етіп, өмірді өткеніме саған шүкір, бәрі сенің арқаң ғой. Маған иман бергенге де ол шүкірлігін айтады дейді. Аятта. Аяттың жалғасында және екенің ортасында сондай Араф деген адамдар, ол 50% болып адамдар. 50% сауап, 50% күнә. Не жәннатқа кіре алмайды, не тозаққа кірмейді. Жәннатқа адамдарды көріп, олар не деген бақытты адамдар деп оларды көріп қызығып отырады дейді. Тозақтың адамдарын көреді, Құдай сақтасын,
оған қарағанда мен әйтеуір кішкене болсын мына жақтамын ғой деп тәубасына келіп отыратын адамдар дейді. Бірақ жәннаттың адамдарына көп қарап қызығушылық болғандықтан оларды Алла Тағала өз рахметімен жәннатқа кіргізеді дейді. Араб сүресінде. Олардың есімдері Араб дейді. Міне осы аяттың тәпсірінде ғұлама айтады, демек бұл қысқа өмір екен. Қысқа өмірде көріп қалайын, жеп қалайын, ішіп қалайын, тек қана өзім дегенге біздің дініміз қарсы. Өзгемен бөліссеңіз, ол берекелі, ол қайырлы болады екен, және ол ақыретіңе қалады екен.